Құрбан, шық. Өттірек. Итерме. Үш шегірткен айыры құсаған бәле. Мен сендерге не дедім? Бір ай болды ғой қастағаныма. Квартираны босат дегеніме. Тегін тұрып атырмын мен. Не? Шама шағым жеткенше 150 мың теңгеңді айына беріп тұрым ба? Берген 150 мың теңгеңді әңгіме қылма маған. 40 бөліп бердің ғой, артыңнан бишара құсап мен жүгірдім да тұрдым ғой сеніңе. Кеттіңдер бар. Сенен де көп беретін орыс ағайындар кеп жатыр. Не дейді? Орыс ағайындар ай сайын 780 мың теңге беріп жатыр. Арожданың жоқ адам екенсің сен. Орыс саған ағайын бола ма? Ата бабаңды қырған орыс саған ағайын бола ма? Мә. Идиот. Маған кім көп ақша береді, сол ағайын. Орыс ағайындар 3 ай алдын алып төлеп қойды айналайын. Сендерге қараған күнім құрсын. Қара кеттіңдер бәрі. Арманың ақша ма? Жастығымды бере. Қандай жастық? Өзім әкелген жастығымды бере. Мен биттек бәткен жастығыңды. Лақтырмай бере. Костюм шалбарымды бер. Қандай костюм шалбар? Сенің үйіңе пижамамен келген жоқ шығарым мен. Домашниймен келген жоқ шығарым. Жалаң аяқ боп келгенсің, сене дымың жоқ боп. Мынау ма? Мынаны мен құдалыққа да кимеймін. Кеттіңдер бар, табандан жалтыратыңдар. Енен берген. Желкеңнің шұқырын көрсін сендерді. Ой, бұрмай, мен сен көргім бұл процент. Пашол ба не? Он пашол. Көрдің ба қатыне, көрдің ба? Сен маған ұрса бересің, дүние жинамайсың деп. Мұны дүние жинаманың пайдасы. Бір плетпен шығып кетті. Набай ұстарды қарасай. Сен көрдің ба? Мынау дұрыс айтады. Сен көрдің ба? Дүниеміз жоқ дейсің. Мына үш семьяның арасында ең байы біз, қарасай. Далада қалдық қой, Құдай-ай, Не дейді? Далада қалдық қой дейм. Далада қалмай, қалада қалдым деп ойладың ба? Мен саған не дедім? Сен маған не дедің? Мен саған айттым ғой. Не дедің? Қара шаңырақты сатпа дедім. Қара шаңырақты сатпа дедім. Сен не саттың ба? Неге сатасың сен? Сөйлемеге саған. Сөйлемесін, сөйлеме. Сөп аузыңды. Құдай-ай. Адам далада қалған кезде газет оқи ма? Мама. Түйіп қаласың, қойшы. Ойбай. Газет жеп өлді демесің. Ойбай, өсіп қорқып жатыр ма? Мен қорқып кеттім. Дыпы жейсің ба, мә? Дыпы бар. Қойшы. Мыналардың үйінде вообще мусор қалмайтын сияқты, бәрін жеп қойын сияқты. Ойбай, далада қалдық. Далада қалмай неде қалдың? Ұтымды ауыстырып ал, ана шалбарымды ауыстырып ал. Ят болды, әйелдер жүр ғой. Кел, ана, теріс қарай түсен. Ойбай. Алматылықтар көрсе көре берсін, ауылдағылар көрмесін. Көшеде қалғанымызды. Арбатта қалдық қой. Арбатта. Ауыстыршы шалбарыңда. Ауыстыртай шалбарыңда. Позор қылмай, киіп ашып шалбар. Машина келді ғой. Ноқат! Мен ноқалай. Ойбай. Сен денің салмай? Шалбарыңды ауыстырдып, Алматы көшесінде голый қалдық қой. Ойбай. Ана новый хозяйка келген. Үй алып қаламыз ба деп ойлаған ғой, Құдай-ай. Жүре бер осылай. Жүре бер. Кейін бар адамсың, жүре бермен не істеме? Ойбай. Пайғамбар жасына жеткен кезде түнгі 12:30-да көшеде қалам деп кім ойлаған? Қайран ауылым ай. Звондаш ана алғаш. Кімге звондайсың? Алғаш достарыңа звондасай. Алматыда досың бар ма? Екі күн амалдай тұрайық, одан кейін квартира тауып кетеміз ғой. Папа, бер телефон. Папа, Мәмбет аға бар ғой, Мәмбет аға звондаш, папа. Папа. Мәмбет Алматыда ғой? Мәмбет Алматыда өткенде бір ішкеніңізде сіз үшін до конца деді ғой. До конца звондасаңшы. Сен де жақсы сөз жаттамай, сонда ішкен кезде жаттап алады екенсің. Мәмбет. Ойбай, мына масқара болды ғой. Звондаңшы, папа. Алматы көрсе көрсін, ауылдағылар көрмесін, қатын. Біз оларға не деп айттық? Қара шаңырақты сатып, сары сиырды сатып, саудаға кеттік дедік. Масқара. Звондайма. Звондасай енді достарыңа. Өзім білеміз звондай ма, звондамай ма. Дедім мен саған. Папа, звондаш. Алло.
Алло. Досыма менің қалай, досты. Мамбет. Басың қалай басың, кеше қудың ғой сен. Мамбет. Ау. Громко говорить етті тұр, халықтың бәрі естіп отыр. Әйелің бар ма қасында? Не толку? Арбаттың бәрі осы жерде жүр. Алло, дост, не болды, тиістік па? Тыныштық емес қой, мен жайдан жай звондаймын ба? Мынау түнгі 12:30-да бізді көшеге шығарып жіберді ғой. Кім? Кім дегенес, өзімді шығарам ба? Қожайын да, қожайын. Досты айтса, любой проблемаңды шешем ғой, досты Алматыда сен үшін жүрмін ғой, досты. До конца ғой сен үшін, айтса, не болды? Алло. Ау, досты, не болды? Мамбет, әзілдейтін уақыт емес. Бізді пәтерден шығарып жіберді. Қаяқтасың қазір? Арбаттамыз. Далада ма? Жоқ, қаладамыз. Далада жүрсең жаурап қаласың ғой, пәтерге кіріп отырса, Соған миымыз жетпеген біздің. Алло. Кім, Мамбет? Ау. Досты. Ау. Сенің үйіңе бір 2 күн аялдай тұрайықшы, пәтер тапқанша. Досты, дауысың пық-пық-пық деп естілмедір, не дедің? Сенің үйіңе бір 2 күн аялдай тұрайықшы, ертең 2 күннен кейін шығып кетеміз, пәтер тапсақ. Салмақ болмаймыз, досым. Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Немесе оның телефоны өшірулер. Алло. До конца тұрды. Алқаш достарыңа қайран жоқ деп айттым ғой мен саған. Алқаш достарыңа қайран жоқ дедім ғой мен саған. Қайран бар деп мен саған айттым ба? 2 күн амалдай тұрсақ болар еді ғой. Саған не дедім? Не дедің сен? Қара шаңырақты сатпашы. Айтпамаға қара шаңырақ. Сен де маған не де бересің? Бана қойшы. Жеме. Өзім жей салам. Осы бала психика өлтіреді болды сен. Газет жеп тоймай атсаңыздар, кардон жеп тойбасаңыздар. Ассалаумағалейкум, қалай саға? Уалейкум ассалам. Қалай чадайынсың? Ой, айналайын, көп жаса. Не алып жүрсіңдер деппін ғой. Сендерді де пәтерден шығарып жібердің? Иә. Ай, бұл қазақтарға орыстар келмей тұр екен да. Білмеймін ғой. Сендер қай пәтер? Біз 35-тен 12-ші дом 35 қой. 12-ші дом мен ғой, біз 34. Сіздер 34 тұрасыздар ма не? Сендер қаша? 35-те ғой, үстіңізде тұрамыз ғой. Көрші екенбіз ғой, 20 жыл бірге тұрғанбыз. Егер көшеге шығып кетпесек, бір-біріміз танымайды екенбіз ғой біз. Мына қаланың адамдар қандай, 35. Біз 35, сіздер 34. 34 біз ғой. Иә, осы кішілерге ғой сен айтады, түні мен кім үйінде ит таластырады деп. Осыларға ит таластырады. Нені айтты? Жұмысы Сені мен долы дейтін мына қатын қасына қайтып үйленейікші. Мына кісін танисыз ба? Біреу кеп тұр ғой, танисыз ба? Кепсидағы шалық ұстап біреу жүр ғой. Бұлар местный кісілер ғой, сенің даусыңнан қорқып оянып кетті о бейшаралар. Нервыма тиіп тұр менің. Нервіңе тисе үйің бар ма сенің нервің? Көзі қайын өтпей ма енді? Көзі қайын. Мұздай су бар ма? Шаш жіберетін аларға. Здравствуйте. Ассалаумағалейкум. Митингі болып жатыр ма? Үйі жоқ адам митингіге шыға ма? Өте берші, көке саған бірдеңе деп, Алматының тұрғындар ғой, местный адамдар ғой. Маған әйелім Зина сүт әкел деді. Мен супермаркет бардым, сүт алдым. Өткетенші. Шырағым, нервыма тимей өтші. Шайнамай жұтамын қазір. Нең бар, сен Алматының адамдар тәрбиелемек. Көзі Қойыңыздаршы. Қойыңыздаршы, анау судырғы ұстап тұрған шал екен, қойыңыздаршы. Не деген бәлесіздер? Нең бар Алматының? Нең бар емес, мынаған айтсаңыз соны. Қойсаңы.
Ужас, ужас. Менде бір вопрос. Неге түннің жарымында далада топырлап жүрсіңдер? Үйіміз ыстық. Үйіміз ыстық, жаңа беш бармақ жеп алғанбыз. Сосын көршілер болып прогулкаға шықтық. Көршілербе кайфовать етіп отырмыз. Келсеңіз карта ойнайық, карта ойнайық. Сендерді квартирадан шығарып